Мен кінәм жоқ, осы жерде маршрут. Ол маршрутта бәріміз жүрдік. Жауын қатты жауып стихия ғой. Стихия болған жағдай, білмей, адам алып, адамдар қатты суда су болып тұр екен, кеп тоқтаған адамдар жанып кіріп алды ішіне. Ой, жауын жауып жатыр, жерге түсіндірсем көнбеді, қатты жауын жауып, сонымен айдап барсам, қатты су бар екен. Судан өткен кезде үстінен бір қатты су түсті, сонымен автобус тоқтап қалды. Сіздің кінәңіз жоқ? Мен кінәм жоқ, маршрутпен кетіп бар. Егер маршрутты бұзсам, ол жерде штраф салады. Сондай жағдай. Маршрутпен кетіп баратыңыз, жаңбыр. Сонда бұл не деген мәшине, егер жаңбырда шыдамаса? Бұның воздуханы мына жерде, таяз, міне. Мына жерде воздухан, міне тұр. Бұл не воздухан деген? Су, ана ауа соратын сөзден су сорып алған, міне. Мына жерде тұр. Міне. Төмен тұр, е? Төмен тұр, жерден 30 сантиметр тұр ғой. Ана жерде 30 сантиметр су тұрған, как раз, 20-30 сантиметр. Сонда жаңағы төмен болғаннан кейін? Иә, төмен су сорып алады, иә. Ол жермен вообще жүргізбеу керек еді олар. Жол жауып жүргізбеу керек, жол жаппаған. Басқа жолға жүретін біздің неміз жоқ ол жерде. Хақымыз жоқ. Өзі айтқан, Фарид, ояқ кім басқа жақпен жүреді, штраф салам деп өзі айтқан даже. Енді сонда сіздің талабыңыз өздері мына мәшинені? Мына мәшинені өздері бастан етсін. Мен кінәм жоқ, кінәм болса мен өзім жасайтын едім. Кінәм жоқ. Стихия болып тұр ғой, жауын жауып. Соған бұлар келіп кешен угрожать етеді, төлейсің. Моторист 250 дейді. Ремонтқа сонда қанша сом керек болып тұрсыз? 250 сұрап жатыр, ремонтқа ар жағында тағы бір 200 мыңдай керек. Мен өзім 200 болып, 200-ді өзім шығарайын. 250 анау неге мотористке төлеп берсе. Шығаратын соны зарплатаңыз көп па не? Зарплат аз болып тұр ғой. Балалардың бәрі аз дейді. 1,5 жыл болды істеген, зарплат та көтермейді. 1,5 жыл ішінде 50 мың теңге берді. Премиальный де жоқ. Балалардың бәрі ренжіп жатыр түгел. Зарплат аз. Қанша бала істейсіз маршрутта? Маршрутта 25 бала, әзір бір 20-22 бала ма жүріп жатыр. Қаған больничный анау, мен де больничныйда болдым. Больничныйды төлемепті, зарплатымды төлеген жоқ. Бір ай болды үйдемін. Жатырмын. Біздің осы Жаркенттің балаларының көрген күні осы. Бүйтіп мәшинелер сынады, сынса өз ақшаларына жасатпақшы.